Үржар ауданындағы жол апатынан қаза болған 3 баланы туғандары ақтық сапарға шығарып салды. Бір үйдің 2 қызын Жарма ауданының Жаңғызтөбе ауылында жер қойнына тапсырса, 2,5 жастағы Нұраділді Елтай ауылында жерлет. Қаралы жиынға туған туыс ауылдастары және әкімдік өкілдері қатысты. Қаза болған балалар отбасына облыс әкімдігі қажетті қолдау көрсетіп жатыр. Бірақ дәл осы сәтте анасы кенжесімен қоштаса алмады. Оқыс оқиғадан аман қалған 2 баласының қасында Астанада болды. Біреуінің жағдай қалыпты, реанимациядан бөлімшеге ауыстырылған. Ал екіншісінің жағдайы ауыр, тыныс алу аппаратына таңылған. Ал 9 жастағы бала аудандық ауруханада жатыр. Оның жағдайы әзірге еш өзгеріссіз дейді дәрігерлер. Айта кетейік, 55 жастағы жүргізуші сол ауылдың тұрғыны 20 жыл автобус тізгіндеген, дәл сол күні талмасы ұстап тізгінге ие бола алмай қалған. Бас миына трепанация отасы жасалынды. Қазіргі кезде тұрақты жағдайы өте ауыр. Әлі ешқандай өзгеріс жоқ. Бір қалыпты жасанды тыныс алу аппаратында. Қазіргі кезде күтуден басқа амал жоқ, әлі ешқандай болжам айта алмаймыз. Мен әкемді қазір көрген жоқпын. Әкем денсаулық жағдайы нашар, бірақ қамауда. Адам танымайды. Өйткені приступ бергеннен кейін рөлге ие боламаған, анам жанында болған. Оқыс жағдай қас қағым сәтте болған. Өте қайғылы жағдай болып жатыр. Көңіл айттық. Олардан кешірім сұраймыз.